Қайырлы кеш, құрметті көрермен, эфирде Ақшам телеарнасының жаңалықтар қызметі, студияда мен Алтынгүл Төлегенова. Бүгінгі күннің аңдатпасына тоқталайық. Қала әкімі Есқұла арнасына барды. Ақсақалдар кеңесінің қоғамдық қабылдауы өтті. Түнгі қаладағы балалар атты жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Бүгін қала әкімі Мұрат Бөребаев Сәтбаев жылу сумен жабдықтау кәсіпорнының басшысы Ержан Тоқымбаевпен бірге Есқұла су құбыры станциясының жұмыс барысын қадағалауға барды. Толығырақ тілші тарқатады. Есқұла жерасты су көзін жинақтаушы нысан 1976 жылы пайдалануға берілген. Жылына 39 миллион текше метр ауыз су береді деп жобаланған. 30 жылдай пайдаланылған соң Есқұланың су қорына қайта есептеу жасалып, тәуліктік су алу көлемі 83 мың текше метр, жылдық көлемі 30 миллион текше метр мөлшерінде бекітілді. Алайда іс жүзіне Сәтбаев қаласына жылына 12 миллион текше метр су келеді. Осыған орай іс жоба жүзеге асырылып, екеуі аяқталған. Қала әкімі Мұрат Бөребаев пен Сәтбаев жылу сумен жабдықтау кәсіпорнының басшысы Ержан Тоқымбаев Жезді кентіне қарай тас жол учаскесінің бойынан тоқтап, Есқұла су тартқышының учаскесін тау-кен жұмыстарының әсер ету аймағына ауыстыруға қатысты жасалған жобамен танысты. Біз мына жерде тұрмыз. Осы жерден бастап енді артқа қарай Есқұлаға дейін тағы құбыр тартуымыз керек. Екінші линия тарту керек. Ол проектте де бар. Қазір бір-ақ линиямен тұрмыз. Получается, бізде мынау судың құбыры біреу, и электр желісі де біреу. Осы екі аварийны ғой бізде. Одан әрі нөмір 1 су құбыры құрылыстарының торабында болды. Мұндағы су қабылдағышта қазіргі уақыттың барлық талаптарына сай жаңа автоматтандырылған басқару пульті орнатылған. Қала әкімі платинаны да назардан тыс қалдырған жоқ. Қазіргі уақытта судың жағдайы өте жақсы деп бағаланады. Болашақта Есқұла суын Жезқазған қаласы мен Кеңгір кентіне жіберу жоспарлануда. Аралым Шакырманова, Құрмет Қожахметов, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Бүгін қаламыздағы Достық үйінде Қазақстан Халқы Ассамблеясы жанындағы ақсақалдар кеңесінің қоғамдық қабылдау өтті. Онда қаламыздың беделді ақсақалдары қатысып, бірнеше азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Толығырақ Мақсат Дүкенбай жалғастырсын. Ұлытау облысы Қазақстан Халқы Ассамблеясы жанындағы ақсақалдар кеңесінің қоғамдық қабылдауы осымен екінші рет ұйымдастырылды. Бұл қоғамдық қабылдаудың басты мақсаты мынадай. Бүгін біздің қабылдауымызға бірнеше азаматтар келді. Өздерінің көкейіндегі ойларын айтты, ұсыныстарын айтты. Біз енді бұны алдағы уақытта сараптама жасап, бір шешімдерін қабылдап, ол азаматтарға өздеріне жеке айтатын боламыз. Бұның бір жақсы жері, мынау қоғамдық белсенділік деген болады, адамдардың бойындағы қоғамдық белсенділік. Соны оятуға, соны жандандыруға бұның бір жақсы ықпалы болатын. Алғашқы кезде айталық біздің қабылдауды көп азаматтар ести қоймаған еді. Осы жолы басқаша болып жатыр. Демек, қозғалыс көбірек байқалады. Алдағы уақытта осындай кездесулер болатын. Бұл кезде біздің халқымыздан көпшіліктің келгенін, өздерінің ойларын әртүрлі мәселелер бойынша, тек қана бір ғана мәселе емес. Айта кетейік, бұл қоғамдық қабылдау әр апта сайын сәрсенбі күні сағат 11:00-ден 14:00-ге дейін Достық үйінде өтеді. Жеке сұрақтары бойынша кеңес мүшелеріне түрлі сауалдарын жолдай алмай жүрген кез келген қала тұрғыны осы күндері қабылдауға жазылып, сұрақтарына жауап алады. Мақсат Дүкенбай, Аслан Аукенов, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Кеше Сәтбаев қаласының аумағында түнгі қаладағы балалар атты республикалық жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Іс-шара барысында 3 әкімшілік хаттама толтырылып, 8 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Толығырақ келесі топтамада. Ағымдағы жылдың шілде айының 15 және 17 күндер аралығында Сәтбаев қаласының аумағында қалалық полиция мен қалалық прокуратура бірігіп, түнгі қаладағы балалар республикалық жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Басты мақсат кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу және балалар мен жасөспірімдердің ойын-сауық орындарында ересектерсіз көшеде белгіленген уақыттан кейін жүруін болдырмау болып табылады. Құрметті Сәтбаев қаласының тұрғындары және қала қонақтары, 2024 жылдың шілде айының 15 мен 17 аралығында Сәтбаев қаласының аумағында кең ауқымды түнгі қаладағы балалар атты республикалық жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Осыған байланысты ата-аналар назарына балаларыңыздың сағат 23:00-ден кейін түнгі
уақытта заңды өкілдерінің бірге еріп жүрусіз тұрғын жайдан тыс жерде жүрмеуін және балаларыңыздың қауіпсіздігін қамтамасыз етулеріңізді сұраймын. Себебі балалардың қауіпсіздігі барлық құндылықтардан жоғары тұруы тиіс. Полиция мәліметінше, биылғы жылы есепке алынған жасөспірімдер саны 16 болса, жайсыз отбасының саны 36-ға жеткен. Құрметті Сәтпаев қаласының тұрғындары мен қонақтары, түнгі қаладағы балалар рейд іс-шарасы аясында жыл басынан бері статистикалық мәліметтерге сәйкес кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз түнгі уақытта ойын-сауық мекемелерінде немесе тұрғын жайдан тыс жерде болуы анықталды. Және заңды өкілдері Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауапкершілікке 400-ден аса жасөспірімнің заңды өкілдері тартылған. Сәтпаев қаласының тұрғындарына балалардың заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз түнгі уақытта ойын-сауық мекемелеріне және тұрғын жайдан тыс жерде жүруді қатаң бақылауға алуларыңызды сұраймыз. Түнгі қаладағы балалар атты республикалық жедел профилактикалық іс-шарасының қорытындысы бойынша ата-ананың қарауынсыз қалған 3 жасөспірім Сәтпаев қаласындағы қамқор әлеуметтік орталығына және бір сәби Жезқазған қаласы балалар үйіне орналастырылған. Мақсат Дүкенбай, Аслан Аукенов, Ақшам телеарнасы, Сәтпаев. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Алда орай мәліметі және орыс тіліндегі жаңалықтарымыз. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Аман болыңыздар.